Жош, ол идеялар үшін қанша адамдар жандарын қиды емес пе деп скептиктер айтуы мүмкін. Иә, бұл шындық. Алайда елшілердің ұлы идеясын айқышқа шегеледі. Осы пікірді толығырақ түсіндіру үшін тарихи мән-мәтін беруге рұқсат етіңіздер. Інжілді оқығанда неге шәкірттері Исаны түсіне алмағаны туралы өзіңізге сұрақ қойып көрдіңіз бе? Шынымен де. Өйткені ол олай немесе бұлай деп әрдайым олармен жанасып отырды ғой. Исаның сендер білмейсіңдер ме, бұл туралы жазылған емес пе? Оқымадыңдар ма? Айтылған емес пе деп айтқанын киелі кітапты оқығандар біледі. Я, шәкірттері білмеді. Мысалы, мен сізге келіп бұлай деймін: тыңдаңдар, сендер не білмейсіңдер ме? Сендер оқымадыңдар ма? Менің ойымша сіздер үшін бұл ауыр тиеді. Білесіз бе, мен сенбеуші болған кезімде осы елшілер Исаның не айтып жатқанын еш түсінбейтін. Ақымақтар мен меңіреулер тобы боп көрінетін. Неге олай? Себебі Исаның жердегі уақытында олармен бірге болған кезде жасаған және айтқандарының барлығы олардың құтқарушы туралы ойларына қарама-қайшы келетін. Сіздер бұл жайлы ойланып көрген бе едіңіздер? Міне сондықтан да олар оны түсіне алмаған. Өйткені ол еврей халқы күткен құтқарушы бейнесіне сәйкес келмейтін. Мұнымен не айтпақсың деп сұрарсыздар. Менің пікірімді түсіндіру үшін келесі видео үзінділерді сіздерге тарихи мән-мәтінді көрсетуге рұқсат етіңіздер. Келіңіздер, Мәсіх өмір сүрген дәуірге. Немесе еврейлердің оларда екі құтқарушысы болады деп санаған, ол өмір сүрген уақытқа оралайық. Не деп таңданатын шығарсыз? Я, еврейлер екі әртүрлі құтқарушы келеді деп күткенін көз алдыңызға елестетіңіз. Иса айтты: жоқ, құтқарушы біреу, алайда ол екі рет келеді. Оқиға қызық бола бастады. Еврейлердің тәлімі бойынша бірінші құтқарушы ол Жүсіптің ұлы болуы керек еді. Осы құтқарушы әлемнің күнәсі үшін өз жанын құрбандыққа беруі керек еді. Екінші құтқарушы ол Дәуіттің ұлы болуы керек болған. Ол Израильдің қанаушыларын жоятын, Израильдің тағына отырып бүкіл әлемге әмірлік ететін саяси қайраткер болуы керек еді. Иса айтты: жоқ, мен қиналып азапталу үшін келем. Және де мен билік ету үшін де келем. Неге еврейлер осылай ойлады деп сұрарсыздар. Көне өсиетті оқысаңыз болады. Бір кітап билік етуші саясаткер ретінде құтқарушыны суреттейді. Ал екіншісі болса азап шегуші құтқарушы туралы айтады. Бір аятта азап шегуші құтқарушы туралы айтылса, ал 5 аяттан соң билік етуші құтқарушы туралы айтады. Сондықтан да еврейлер екі әртүрлі құтқарушыны күткен. Иса айтқан: жоқ, бір ғана құтқарушы, алайда ол екі рет сіздерге келеді.